Ауылдағы кең сарайдай боз үйде туып өскендіктен бе, еркін даланың төсінде емін-еркін жүргендіктен басқа пәтерге көшуге тура келді. Ару қала Алматы бұл сәттерді әлі күліп еске аласың дегендей сыңай танытты. Пәтер алу үшін ақша керек, ақша табу үшін жұмыс керек. Қаланың қым қуыт тірлігі біткен ба? Әкем бар сынаққа берілмей өзі кірісіп кете барды. Сөйді. Неменеге айтып беріп отырсың? Қызық болмай қалады ғой. Одан да кәдімгідей ойнап бере салайық та. Мынау кім? Дарабыз. Танып тұрсыңдар бұны. Қаната ғой, қаната. Бойларын көрсіңдер ма? Иә. Так, мынау? Бұл кісі. Әдебиеттен өттік қой. Не отырын? Ассалаумалейкум аға. Жоқ, Абай Құнанбай емес. Абай Құнанбай несін ал? Аға, ассалаумалейкум. Мұнан білмейсіңдер ме? Алейкумассалам. Бізде социальный эксперимент аға. Мынау суреттерге барлық адамдар тапсаңыз, сізге ақшалай сыйлығымыз бар. Болды ғой, танимын ғой мен. Танисыз ба? Давайте айтыңыз кім екен. Мына кісіні кім танымайды? Ой, кәдімгіден Алаштың басын қосқан, барша қазақтың басын қосқан Әлихан Бөкейханов қой. Бәрекелді аға. Әлихан Бөкейхан жастар естеріңізде болсын. Бұл кісілерді ұмытуға болмайды. Бір очко аға сізде. Келесі. Мынау біздің алфавитімізді кәдімгідей барлығын жинап, теріп, сақтап, жеткізген Ахмет Байтұрсынов. Бәрекелді, құрметті достар, екі сурет кеттік. Аға, ақшалай сыйлық ұтып алған мүмкіндігіңіз бар. Үшінші. Әдебиет өттік. Өтті ғой, кім? Танып тұрсыз өзіңіз? Танып тұрмын ғой мыналардың. Көрейік аға, давайте. Мағжан Жұмабаев. Бұл сұлулықтың символы болған Сәкен Сейфуллин аталарың. Бәрекелді аға, үшінші сурет таптым. Аға, өте керемет. Сейфуллин аталарың. Танып тұрсыз ғой? Танып тұрмын. Мына кісі барлық қазақты боятып жүрген. Кеше ғана өздерің киносын көрдіңдер. Боятыңсың? Мынау. Сен кітап оқисың ба өзің? Мектепке барғансың ба? Давайте аға. Мынау. Міржақып дулаттық қой. Бәрекелді, құрметті достар, төртінші сурет табылды, кеттік. Бұл кісі. Бұл кісі. Енді оқсаңдар айтатын Ахмет Байтұрсынұлы дейді аға. Кім? Жоқ, бұл Әнші емес пе? әнші. Қайдағы әнші бұл? Ильяс Жансүгіров аталарың. Бәрекелді аға. Міне, құрметті жастар, осындай суреттерді осындай толарыңыз білуіміз керек. Бәрекелді аға. Ал мына сурет танисыз ба? Қазіргі хит звезда болып жатқан. Балалардың бәрі танып тұр. Балалар кім? Дарабоз. Кім аға бұл? Танымадым мен. Аға танымадыңыз ба не? Қазаққа бір пайдасы тиген ба бұл? Қазаққа пайдасы ма? Аға, мынаны көріңізші мынаны. Қазаққа пайдасы дейді. Жастар. Қаната ғой. Қазіргі? Өзің атаң білесің ба? Иә? Сен атаң білесің? Жет атаң білесің ба? Жеті адам? Айтшы. Қаната. Қанатасыз ной. Құрметті ондай болып тұрады. Мән бермеңіз. Кеттік. Өзің атасын білмейді, айда бір атаң біледі. Қаната қазір звезда аға, білмейсіз ба? Танымаймын. Қанатаны танымайсыз. Ой, бұл звездалар жетеді ғой қазір. Жарқ еткен жұлдыздар жетеді онысы. Қазір жарқ ет, жанатта сөнетте қалады. Мына сөнбейтін жұлдыздар міне, нағыз міне. Сөнбейтін жұлдыздар міне. Құрметті достар, қараңыздаршы, ағамыздың керемет деймін. Не деген керемет аға, ризамын аға. Танып тұрсыз ғой аға бәрі? Танып тұрмын ғой бәрі. Болды аға, Алла разы болсын. Ризамын аға. Міне, басты нәрсе осылар еді. Осы кісілер танып еді. Керемет аға. Толик дедіңіз ба есіңіз? Аға, мен сізге өте қатты риза болдым. Менің блогымда бұндай үлкен кісілер келіп вообще қатыспаған. Сіз алғаш қатысып бүгінгі экспериментті барлық суретті мына қаната паната есептемегенде бәрін тауып тұрсыз. Өте керемет аға. Сізге ақшалай сыйлық жеңімпазсыз. Иә? Бізде социальный эксперимент бекер тапқан жоқсыз аға. Ой, қанша береді деп ойлайсыз? Суретке қанша деп ойлайсыз? Білмеймін енді. Қанша теңге бересіңдер оны? Қанша? Білмедім енді. 10-15 мың бересіңдер. 10-15 мың емес аға. Мынандай толғалар тапқан үшін сізге 100 мың теңге ақшалай сыйлық. 100 мың теңге? Ойбай! Әрине, құрметті достар, мен өзім подписчиктеріме уәде еткем. Құрметті достар, дәл осыларда эксперименттен өткен кісілерге алаңсыз еш уайымдамай 100 мың теңге беремін. Құтты болсын аға. Өте риза. Жастарға керемет үлгі болдыңыз аға. Сіздей азаматтарымыз көп болсын. Құрметті достар, Толик ағамызды құттықтаймыз. Комментарийға бәріміз Толик керемет, красавчик, молодец, падам, тимпл деген бәрін жазып кетеміз. Құтты болсын аға. Рахмет. Достар, қай каналдан көрсетеді? Бізде YouTube канал аға. Телевизордан ба? Жоқ, YouTube деген кіріс. Сояқта бізде Мирас керемет деп жазсаңыз, осындай керемет блогтар болады. Рахмет. Молодец аға, құтты болсын. Жастар, үйреніңіздер. 100 мың теңге бар. Квартира жалдап алсақ, жақсы болады. 100 мың теңге квартира келмейді ғой бұл жақта. Соткын сатамыз ба не істейміз енді? Жоқ, не ағып төбелес жүрсіздер? Кіп кішкентай балалар ғой, соның кесірінен общагадан шығып бара жатыр енді.
Маған не дейсің, әкең ғой төбелесе алмайтын. Бекеге қалаға кетпіз бар ғой. Жүрміз сығандар құсап, ары көшіп, бері көшіп. Ой, цыгандардың жағдайы бізден жақсы. Таңғы сағат 8-де шығады, кешкі 9-да келеді, еще кешке келеді, олар джиппен алып кетеді. Жағдайы бізден жақсы олардың. Жапшы аузыңды, жинаш нервыма тие бермейін. Тілмен жағыңа сүйін. Telefon alamız. Брат, telefon satmayısın bak. Брат, telefon alamız. Tati, telefon alamız. Tati, telefon alamız, telefon. Ağa, telefon satmayısın bak, telefon alamız ağa. Telefon alasın Ya. da. Қандай телефон? Бар ма телефон? Мына телефон қанша болды сен? Көрейік та қанша қалдыңыз өзіңіз? 150 мың қалған ол, қымбат телефон өзінің анда определенный ма бірдеңесі бар. Біреу звондаған анау шығып тұрады өзінің номері сондай. Максимум 50 мың бер аламын. 50 мың емес, мен 150 мың қалдым ғой. 100 мыңға басқа жер өткізе беріңіз аға. Мен максимум 50 мыңға аламын мына телефон. Мынаның анандай несі бар анау. Біреу звондағанда біліп отырасың кім звондаған. Абит номер шығып тұрады соң. Атын сақтап қоясың. Сосын фотоға түсіреді, видеосы бар өзі. Жақсы телефондар ғой бұлар кәдімгі соңғы телефон ғой. Онда 70 мыңға беріңіз, 70 мыңға алайын телефоныңызды. Барары сол 70 мың болады. Басқа жер сатып алмайды 70 мыңға, маған беріп кетіңіз. Мен алып қалайын сізден 70 мыңға осы жерден. Сим картасынан алып қаласам болады ғой? Сим картасын алып қалсаңыз 60 мың болады десең. Алып қала беріңіз а? Жарайды онда енді, амал жоқ енді. Ақшадан қысылып тұрамын өнім. Сим картасын алып қалайын, е? Міне аға телефонды алдым. Мінекей мына жерде санап алыңыз 70 мың теңге ровно. Алсаңыз болады. Телефон менде қалады енді. Телефон менде қалады. Жақсы. Рахмет енді. Сау болыңыз. Кеп тұрыңыз аға. Рахмет, рахмет. Телефон аламыз, телефон. Жақсы. Ақша бар. Енді квартира алу керек. 170 мыңға квартира келетін жарайды. Алматыда не квартира көп қой. Жақсы болды. Сіздер үш адамсыздар ма? Жоқ, үш адам алмаймыз. Қарасаңыз, біз 2,5 адамбыз ғой. Бала шағасы семьясы бар адамдарды алмаймыз. Онда біз ажырасып келейік те онда. Мен бала шағам семьям жоқ қой аға, пока что мен тұра тұрайыншы. Үй жоқтың күй жоқ дейді аға. Әрбір қазақтың баласы далада жүр, квартирадан квартира. Төлей алмай әр жерде жұмыс істейді. Жұмыс істегеннен үйіне шаршап келеді. Әйел бала шағасына көңіл бөлмейді, ұрыс басталады. Далада жүреді, квартирада жүреді, төлей алмай қиналып жүр. Сөйтіп семья ажырасады. Сіз мақұл қазір пәтеріңізді бермей жатқан шығарсыз. Бірақ сіз ертең ұлтқа кәдімгідей зияныңызды тигізіп жатқаныңызды біліп қойыңыз. Сіз ертең біз далада қалып, жаурап жасынап, ертең біз ауырып қалатын болсақ, сіз кәдімгідей елдің сатқыны боласыз. Біліп қойыңыз. Что вы говорите вообще? Ничего не понял. Все, идите отсюда, не буду сдавать вам квартиру. Түсінбейтін ондайлар бар емес, орыс болып кеткен ғой кәдімгі. Ой, папа, сіз, конечно, түсінбейді. Орысшаға айтпайсыз мен түсінікті қылып, шамалы. Ой, баяғыда Украинада служить еткем, ой, бүйткен, сөйткен де. Орысшаңыз мына кісінің алдына келіп, қақсап, инвалид болып та қалды. Қойшы болды. Бар ма басқа квартиралар? Қараш, далада қонбайтын шығамыз? Далада қонбаймыз ғой, бірақ далаға шығып па іздейікші квартираны. Тар мына жерін алып алсын. Табыңдар енді. Дала суық қой. Ақшаларын таптым ғой енді, квартира тапсаңдар. Соңғы затына даладағы бітті осы мен. Болды ғой. Болды ма? Болды. Бітсе өтті әйтеуір. Балам, біз негізі миллионерміз. Біз бай отбасымыз. Сен осы уақытқа алдап келдік. Бұның бәрі бірақ, мынау біздің үйіміз деп қашан айтады екенсіздер сіздер? Айтпайтын шығарсыздар, бірақ өмір өйтіп, Мына үйде бірінші шыға ма? Несін о? Не, біздің алдымызда бір үндістер тұрған, хозяин сөйтіп айтты. Яғни пілдің шығып тұрған. Ой, бір білгіш деген сайын, пілдің ісін біліп қоймаған шығарсың енді. Ауылда кәдімгі пілдің үстінде өскен баламын ғой мен. Білмейсің бе сен? Мынауың қуады екен ғой. Кәдімгі қақаған қыста пілдер ауылға барамыз ба кәдімгідей? Топ-тобымен кіретін еді ғой.
кіргенше мұрнын кесіп қазы істей береді ғой. Кесесің, холодильникке саласың, кесесің, холодильникке саласың. Екі құлақ сесіне палатка қылып жаясың да, еттеді былай, нан турайсың ғой. Өсі тұр. Бұж етті, қуырдақ жасап, сондай қылып сөйтетін доңыз ғой. Пілдік еді кәдімгідей. Немене қандай ауылда тұрғансыздар сіздер? Енді зоопаркқа тиіп тұрды ғой. Өткедеді бері қарай. Қойындаршы, айналайын. Қойындаршы, сондай болған сен білмейсің ғой, кейіннен түстің ғой. Бала, сен оданша бар ғой, магазин алып кеш. Шайға бір нәрсе алып кел. Сосын. Потом ішетін бір нәрсе алып кел. И жейтін бір нәрсе алып кел. Все, болды, хорошо. Тез барып кеш потом. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Маған бір ішетін бірдеңе бересіңіз. И бір жейтін бірдеңе бересіңіз. Сосын шайға бірдеңе бересіңіз. Барлығы неше болады? Сізден әжептеуір ақша. Әжептеуір ақшасыз, мазақ қылып тұрсыз ба, айтсаңызшы дұрыстап. Жоқ, мазақ қылып тұрған жоқпын. Қабыз маған бір номеріңізді айтып жіберсеңіз. Танымайтындарға номерін бермей. Төлікті алған затымыздың ақшасын Каспи айтсаңызшы. 8300 135 45 кім деп шығады? Адена бар. Номеріңізді бермеймін деп сәл кеш айтып қалдыңыз, номеріңізді ақ қойдым. Жақсы сау болыңыз. Затымды алсай? Еще затымды алмай кетіп баратын мен. Көрдіңіз ба, қандай сезіммен екен. Кешке звондаймын. Жақсы сау болыңыз. Тастандыршы сотканым. Не? Тастандыршы. Әңгілесіңдерші кәдімгі адамдармен сөйлессіңдерші. Не кіріп кеткесіңдер? Кәдім кітап оқып, кәдім сөйтсеңдерші кәдімгідей. Сөйлесуді білмейсіңдер. Бір үйде тұрып, телефонда телміргеннен басқа. Қиын емес қой, бір WhatsApp-тан чатасып қойсақ та болады. Не қыласың чатты, сен сөйлессей кәдім кітап оқы, ізден, короче. Өзіңіз не кітап оқысыз? Ой, мен не кітап оқымадым десейшін, айтсайшы. Биология, география, анатомия, жаралыстану, құқық. Соңғандай не бар еді ғой? Сыртында, короче, бейтеректің суреті бар. Не бар еді ғой, кішкен сырт. Ой, күнделік екен ғой. Мен жастан оқитыным ғой, жастан кәдімгідей. Айдың жарығымен полный. Қазір қонақ келгенде астына қоясыңдар ғой. Білесің ғой, астына қояды мұна шешең. Астына қойып қойды, бір теңестірсің кітапты. Ой, кітаптан да телефонның да пайдасы бар ғой. Ешқандай пайдасы жоқ. Телефон пайдасы болса, мынандай кәдім айфонынан айырылып мынандай простой Nokia ұстап отырам ба? Ешқандай да. Осы телефонның арқасында осы квартираны тауып отқан жоқпыз ба, папа? Осы мына телефонмен бәрін істеуге болады. Мысалға, мына телефонмен жұмыс табуға болады бізге. Қой енді біреу жұмысты дайындап қойып, алло, кел, ертең іште кел, азыңды ердіріп келесің ғой деп. Ой, міне папа, қараңыз, міне мысалға, міне бір жұмыс тұр. Муж на час дейді. Болды, бардым. Бір сағатқа біреудің күйеуі боласыз. Болды, бардым ғой деп қойдың қанша дейді. Онды қарашы, жена на час деген бар ма? Қойшы. Көптеген жұмыс тұр. Сантехник, охрана, міне. Болды ғой, жазып берші маған. Жазып берші ертең кіріп шығайын кәдімгі кеңселер. Тұрып келе жатқан кезде ет алып келші, пожалуйста. Ет бітіп қалды. Ет? Иә. Сен андай не бермесең барасыз ба? Майза ма, пышақ па, бейсақа ма, садақ па, мен аңға атып алып келмесем ақша жоқ қазір. Мен жұмысқа енді баратырмын ғой. Жұмысқа кетіп баратқан адам емес бұл. Міне папа. Бәрін десің бе? Иә, бәрі бар. Болды онда, давай. Бала, сен де үйде отыра бермей жұмыс ізде. Мынау муж на час дейтін ұнап тұр маған, соған барамын ғой. Қумай, нормально жұмыс ізде. Бір адалынан нан тапсайшы. Пекарниге барып жұмыс істеу керек па. Орын тұр ғой, смело сен саған. Міне, сіздің тапсырсыңыз. Осын бір үйден жасап жейтін адамсыңдар ғой. Әптен еріншек болып кеткесіңдер сендер. Еще алыс үйлерім. Айдыладан келдім мен. Жақсы сен, ас болсын. Давай. Істейсің бе енді, брат?
істегенде брат не ғой, мен андай грижа бар да, ауырады да, ауыр көтерсем ше кішкентай кезімнен. Стройка болады енді, ақша бар ғой енді бұл жерде. Просто кірпіштен аллергиям бар да, брат. Сосын кейін андай аяқтан өтіп атса, буын қақсайды. Сондай бірдеңелер бар да соған. Бауырым, мынау жұмыс сенікі емес қой негізі. Сол өзімді ойлап тұрмын, менікі емес ау деп. Жақсы, онда басқа жұмыстар жоқ па? Саған жоқ, брат. Бригадир сияқты қарап отыратын, бастық, ондай жоқ па? Бір алып келсе дайын болады. Болды. Ауыра ма? Ауырады. Ана бала деген оқымай жүр сабақ. Жақсы болып қалам бұл. Баланы сабақ оқымаса маған тексеріп көресіз ба? Кожаный екенін айтпасам өртеп көрейін деп жатсыз ғой мені. Жақсы, сауыңыз. Расында бізде бір апта стажировка өтеді. Одан кейін сіз бірінші айда 50 мың теңге аласыз, екінші айда 100 мың теңге аласыз, үшінші айда 150 мың теңге аласыз. Жарайды, онда мен үшінші айда келейін, рахмет. Сау болыңыздар. Не болды? Жер қабылдамайды, жер бойың қысқа дейді, алуың жетпейді дейді, секереден 0,80 алды дейді ма, бір документтер тұрып миды ашты жүр, ешқайсысы қабылдамайды, өзі бұйырғаны болды өзі. Мен жұмыс емес. Қалай келеді? Мен де жұмыс істеп келатырмын азын. Не жұмыс істеп келатсың соны? Жеткізушімін ғой. Жұмыс таптың ба? Таптым, жеткізуші болып істеймін. Стукачсың ба? Стукач емеспін ешқандай. Енді не? Курьер ол кәдімгі жұмыс. Курьер деп айтып дейсіз ба? Нан тауып келатырмын мен. Молодец, айналайын балам. Міне, жан мен ауыз тиіп өзімнің бірінші наным ғой. Төзеңіз, ауыз тиіп өріңіздер. Мен донер жеп келатырмын, тоқыма. Нан ала сал деген келді, нан ала сал. Жақын, балас. Короче, менде бір идея бар. Донерге ашамыз ба? Мандай. Қалай? Несі? Не біреуіңіз опызын аязда, біреу қапқысқа ақшаға не өкейін осы? Бүгін деген сезон деген қайнайын деп тұр. Аяздам ақша қарап, ақшадан сағатына 100 мың теңге дейін қатарлатып тойғана, банкет, корпоратив дегенден біріне кіріп шығасыз. Бітті ғой? Бар ғой корпоратив. Жаз, бол, жаз. Рекламалап жаз, кәдімгідей мощный жаз. Аязда мен қашаңыз керек өзі. Любой дүкен. Мощный жаз. Болды, мен бірден заказ қабылдай беремін, сіздер дайындала беріңіздер. Тақпағына айтып, короче, тақпақ айтқызасың, бір шарын ойнатасың. Бітті ғой, короче. Реально сенікі ұзын, менікі қысқа. Да, ауысамыз ба? Ештеңе жоқ. Ауысамыз ба? Еще мен бойым ұзын ғой. Болды? Риза қонақтар ба? Ақша алдың ба? Алдым ғой. Риза! Алдың ба ақша? Иә. Шығыс болсын. Қай тойғына деп? Сағынышкен? Сағынышкен? Звоныш? Достарым еді, бір бәле еді ғой. Достар деген тойғына деді ғой? Иә, достар деген. Мұнаны бітірдік, достарды біттік. Атамекен деген корпоратив. Сосын кейін... Кетіп, мен 2 заказ алып қойдым. Тез барайықшы. Қандай тойғына? Білмеймін. 2 заказ туысына жіберіп қойды. Давай, кет. Сәл ерте кеп қойыппыз, Сәл ерте емес, сен біраз ерте кеп қойдық қой біз. Айтпайсың ба қаншада басталады? Бірінші уақытын біліп алмайсың ба? Білмей қалдым ма? Біраз жерде ұрып келетін көға дейін. Қазақтардың ауыз жарғына кешікпейді. Не әлі басталмаған? Не мынау? Тағы бір заказ. Шаттық дейтін. Шаттық деген? Тойхана. Болды онда? Барып тұрып қой. Кеттік онда. Соқыр. Жүр. Кезіңіз. Кеттік болып қалғансыз ма? Кішкентай балам көтінен тепкенесіз? Енді өзі ғой бастап түйіп отқан мен. Подаксын бермейсің ба? Енді сол тепкеннен кейін бермеді. Жұмсын ба? Сен ойлап тұр, айналайын балалар деп отқанда салқ еткізіп түйіп отыр. Қалай теппейсің енді? Ойыншықты, подаркасын да бермедің. Ақшаны алдың ба? Мен емес. Алмадың ба не ақшаны? Мен алдым. Деп қырып өліп баратсыңдар. Міне. Алдың ба? Сіздердің бірінші тастайымызға айтыр. Нап өшістер маған деп. Қойшы одан да заказ тағының зеке заказ бар. Не заказы бар тағы да көрсей? Көп қой, не көп заказ көп қой. Тағындай тойғаны. Кеш болып жатыр, дем алмайсыздар ма? Жоқ, дем ала, ақша керек қой. Айналайын 31 декабрь, жаңа жыл, ода ақша, сондай мощный өткізу керек қой. Садик дейді, тойхана дейді. Бар тағы заказ. Бар ма? Барамыз ба? Қандай? Садик пен тойхана тұр. Кеттік. Бара береміз ба? Кеттік. Садик көрейік. На, ақшаны.
жұмыста жүрмей жатыр. Балалардың да қарны қатты тұр. Бір жолға қарызға бересіз ба? Жоқ, бере алмаймын, қарызға ренжімеңіз. Хотя бы нан берсеңіз. Мықты сіздің итак қарызыңыз бар, бере алмаймын қарызға. Ренжімеңіз. Әнім, қалай жаңа жылдарың? Жаңа жыл құтты болсын. Бүгін сауда ұрып жатқан жерсің. Ұрып жатқан жаңа жылдар. Кән не алдың? Толик, ақшамыз бар ғой. Не? Ресторанға барайықшы. Не амақсың ресторан? Күшті ғой ресторанда. Күшті болып үшеуміз бітап әдемі отырмаймыз ба бітап? Үйде отырмаймыз ба кәдімгі продуктымызды алып? Енді Алматыдағы бірінші Новый год қой. Ресторанға барайықшы. Вообще тамақ істемейді ояқты бәрі өз істейді. Ресторанға барайықшы дейсің ба? Ресторанға атап өтейік дейсің ба жаңа жылды бүгін? Барайық, ер? Так, былай істеші інім. Бәрін алдық, енді кеттік ресторанға. Түтік болып қойғансың ба ресторанда? Бәрі өздері жасайды ғой? Жүре берсей, ресторанның бәрін патологын білем ғой мен. Жүрсе кет. Оға продукты керек емес. Керек, кет жүре берсеңдерші. Мықты ресторанға барам. Мықты ресторанға барам. Жандар мен! Жаңа жыл құтты болсын! Бұл енді біздің семьямыздың атынан подаркының басы ғана. Ең мықты сюрприз енді келді. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын! Айттым ғой! Ең басты құндылық бұл өмірде жанұя ғой, семья. Сол нәрсенің қадірін түсіндік. Өзімізде Алматыға көп болмады негізі келгенімізге. Жақында ғана келдік. Бірақ айтса де небір қиыншылықтарды көрдік. Сол қиыншылықтардың ішінде түкке тұрмайды екен негізінде. Жаңа жыл жаңа табыс алып келсін, жылдан жылға аман есен жете берейік. Ең бастысы бізді қанша шақырым алыста жүрсек те, алыста сағынып отыратын, уайымдап отыратын, дұғалас болып, тілектес болып отыратын ата-аналарымызға Өсиет айтам жайсан жамағат қыл, керегін алар әргін саралапта, қараусыз қалдырып жүр ата-анасын, кейбірі жеткеннен соң балиғат қыл. Ағайын ата-ананы бардақтайық, сай болып адам дейтін, сай болып адам дейтін саналат қыл. Сай болып адам дейтін саналат қыл. Жалғыз басты анам күнімді көріп осы балаларды несібесі деп жүгіріп жүрмін. Сіздерге рахмет келіп бізді бала-шағамызды қуантып жатқандарыңызға. Ешқандай жерде жұмыс қалмайды. Балабақшада пол жоқ күнімізді көреміз. Сіздерге рахмет келіп қуантып жатсыздар. Кейде бәрімнен шаршап кетемін. Осы қыздарыма, балаларыма қараймын да бәрін ұмытамын. Рахмет сіздерге. Жаным-ау, әрбір қыздың артынан бір көктем келеді. Еңсеңді көтеріп жүр. У тебя все получится. Әйелдің 40 жаны бар жаным. Осы екеуінде тек қана сен барсың. Так что ешқашан мұңайма. Хабарласып тұр. Номерімізбен алмасайық, жүре ма? Көмектесем барынша.
Жаным, 2023-те аяқтадық, осымен. Толик, жоққа сабыр, барға қанағат қылған кезде ғана бақытты болады екенсің ғой. Иә, енді ол өмір ғой, көрдің ғой. Біз көп нәрсені білмейді екенбіз ғой. Кейбір кезде барлығы жетіп тұрса да жетпейді дейміз ғой. Көрдің ғой, қандай семья, бір бөлмелі пәтерде бала шағалары бар. Бүгінгі ресторан ең күшті ресторан болды ғой, топ болды ғой. Иә? Иә. Ұнады ма? Қатты ұнады. Душан күшті болып қалды ма? Күшті болып қалды ғой. Иншалла. Бұйырса, жаңа жылдан кейін үй аламыз. Жаңа жылда жақсы жоспарлар құрамыз. Барлығы жақсы болады. Толик, осындай кездерде мен білім жетпей, тупик етіп атсам бар ғой, кешірші. Конечно, кешірім жаным. Бәрін түсіндіріп атқаның рахмет жаным. Жаңа жылмен. Жаңа жылмен жаным. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл.